Сәлеметсің бе Айжамал? Сәлемет апай. Көңіл күйің қалай? Өте тамаша. Менің де көңіл күйім өте керемет. Айжамал, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Көктем мезгілінде қандай өзгерістер болады? Күн жылынады, қар ериді, өзендерде су ағады. Дұрыс айтасың. Су демексі, судың қандай ерекшелігі бар? Су тіршілік көзі. Адам денесіндегі судың 85%-і судан құралады екен. Сусыз адам өмір сүре алмайды. Суды қандай түске боясаң, ол саған сондай түс береді. Судың түсі, пішіні, дәмі болмайды екен. Апай, мен соны зерттегім келеді. Сіз маған көмектесесіз ба? Міндетті түрде көмектесем. Олай болса Айжамал, зерттеу алаңымызға барайық. Айжамал, бүгін біздің зерттеу жұмысымызға 5 түрлі зат, 5 стакан, 5 қасық керек. Мына жерде қан, құм, тұз, топырақ, сода бар. Айжамал, сен қай заттан бастағың келеді? Қолыңдағы қандай зат, Айжамал, айта ғой. Кәне сала ғой. Айжамал, ыңғайлыма өзіңе сол қой. Кел, маған. Айжамал, айта қойшы, құм суда ере ме екен? Ере ме су қаш? Суда? Суда. Ере ме, ереме ме? Қара, былғай ғой. Ереді ма су? Суда? Қантымыз ереді ма? Ерейді екен да, Айжамал, қараш, суымыздан еріп кетті міне. Шекер қалған жоқ ішінде. Келесі. Қандай зат екен, ала қой. Қандай зат, Айжамал, айта қойшы? Құм. Қараш, Айжамал, құм суда ере ме екен? Былғай ғой, әттел былғай ғой. Құм суда ерімейді, дұрыс айтасың. Ол тек түсін ғана өзгертіп тұр да? Жарайсың. Келесі затты ала қой. Айжамал, айта қой, қандай зат? Тұз. Тұз да сала қой. Тұз суда ере ме екен, Айжамал? Суда ере ме? Ерімейді. Дұрыс айтасың, кейбірі ерімеген екен да расында да. Келесі затты ала қой. Қандай зат, Айжамал? Айта қойшы. Топырақ. Сала қой. Маған бер қой. Топырақ. Топырақ суда. Былғай қойшы өзің. Ере ме, ермей ме? Ерімейді. Ермейді, дұрыс айтасың да? Бұл қара топырақтар, қара топырақ болғасын, судың бетіне көтеріліп кетіп тұр да? Дұрыс айтасың. Келесі затты ала қой. Бұны күнделікті мамаларымыз тұрмыста қолданады екен. Қандай зат, Айжамал? Сода. Сода. Сала қой. Маған қой. Суда ере ме екен, Айжамал? Ере ме? Ерейді. Ерейді, дұрыс айтасың. Судың түсі қандай болып тұр? Айта қойшы. Судың түсі тап-таза. Мөлдір болып тұр, да? Жарайсың, Айжамал. Келесі біздің өзіміздің дайындаған қатырған мұзымыз. Осы мұзды жаңа айтып кеткеніміздей, көктем мезгілінде мұз, қар барлығы суға айналады екен. Олай болса, Айжамал, қазір біз осы мұзымызды ертіп көрейік. Күн жылған кезде қарымыз ерейді ғой. Біз де жылы суымызды құйған кезде мұзымыз ере ме екен қарайық. Мұз ереді ме? Иә, дұрыс айтасың, Айжамал. Бүгінгі жасаған зерттеу жұмысымыз саған ұнады ма? Жарайсың. Бүгінгі жұмысымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.